Күндеріңіз берекелі болсын. Бүгін дәмі тілі үйіретін пиязынан жасаймыз. Жылы суымызға тұзымызды қосып, ерігенше араластырамыз. Ұнымызды қосып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды илеп алып, 15 минутқа демалдыруға қоямыз. Қамырымызды өте жұқа болса әдемі болады. Бетіне сары майымызды жағып, бір келкетіп жағып шығамыз. Көк пиязымызды майдалап турап, бір тегіс жағамыз. Қамырды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Ұшынан аяғына дейін орап шығамыз. Табамызға орналастырып, айналдыра ораймыз. Арасы ажырап кетпес үшін үстінен шамалы басасыздар. Жұмыртқаның сарысын бір тегіс етіп жағамыз. Қалауларыңызша бетіне кунжут сепсеңіздер болады. 180 градуста 20-25 минут пісіріп алдым. Өте дәмді болды. Жасалу жолы да өте қарапайым. Ас болсын.